Болашақта қайтадан тірілемін деп денесін мұздатқышқа салатын адамдар бар екен. Бүгінде кейбір адамдар крионикамен айналысатын арнайы мекемелерге $100 000 төлеп жатыр. Крионика бұл адам немесе жануар денесін өте төмен температурада сақтап, олардың өлімінен кейін ғалымдар болашақта оларды қайта тірілту әдісін ойлап табады деген үмітпен қолданылатын әдіс. Бұл қалай жүзеге асады? Адамның өлімі тіркелгеннен кейін оның денесіне қан айналымын қолдау үшін автоматты жасанды реанимация құрылғысы бекітіледі. Содан кейін қанның ұйып қалмауы үшін сұйылтқыш дәрілер, ал асқазан қышқылын бейтараптандыру үшін антоциттер енгізіледі. Бұдан соң денеден жылуды мүмкіндігінше тез шығару қажет. Сондықтан ол салқындату үшін мұзды ваннаға орналастырылады. Кейін жасушаларда мұз кристалдарының пайда болуын болдырмауы үшін дене антифриз сұйықтығымен өңделеді. Содан кейін дене үлкен камераға орналастырылады. Онда температура біртіндеп сұйық азот деңгейіне дейін төмендетіледі. Бұл -196°C. Мұндай температурада барлық заттар қозғалмай қатып қалады. Процесс аяқталғаннан кейін мұздатылған дене қоймаға орналастырылады және төңкерілген күйде сақталады. Әрине, бүгінгі күні болашақта адамды мұздан шығарып қайта тірілту мүмкін болатыны туралы нақты түсінік жоқ. Ол үшін тіндердің кен көлемді зақымдануын қалпына келтіру, олардың регенерациясын қамтамасыз ету, сондай-ақ өлімнің себептерін жою қажет болады. Қазіргі уақытта бұл тек теориялық деңгейдегі болжам ғана. Ал сіз бұл теорияға сенесіз бе? Мен өз басым сенбеймін.